Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Аянаттың мамасы, есімім Нұргүл. Менің атым Аянат Қайрат қызы. Бүгін біз жұмыртқаны зерттеуші боламыз, е? Иә. Аянат, таныстыра ғой. 3 бокалдағы су, 3 жұмыртқа, тұз, қасық. Бірінші суымызға жұмыртқамызды салып көреміз. Аянат, сала ғой. Қандай нелер көріп тұрсың, белгі? Үлкен боп тұр. Тығыздығы жұмыртқамыз бат кетті. Бат кетті. Не істейміз? Екінші стаканымызға бір қасық, аз қасық тұз саламыз, е? Иә. Жақсылап араластырамыз. Екінші жұмыртқамызды саламыз. Қандай зерттеуші болдық? Жұмыртқамыз тағы да бат кетті. Тығыздығы жұмыртқамызды аз тұзы көтер алмады, е? Иә. Үшіншісіне 3 қасық аз тұзын саламыз, е? Иә. Енді жақсылап не істейміз? Араластырамыз. Үшінші жұмыртқамыздың көреміз, е? Иә. Қандай тәжірибе аламыз? Үшінші жұмыртқамыз көтерілді, е? Иә. Тұзымыз, аз содамыз екеуі не істеді? Бат кетті. Тұздың тығыздығы жұмыртқаны көтерді, е? Иә. Бүгінгі зерттеуіміз не болды? 3 жұмыртқаны зерттеу болды. Бізді көргендеріңізге рахмет. Бұл жерде мен анашыммен жасадым. Басқа балалар да ата-аналармен жасай берсін. Сау болыңыздар.